Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай керемет, өте жұмсақ, нәзік болып шығатын, дәмі өте ерекше тауық етінен котлеттер дайындайтын боламыз. Менің арнамда түрлі тағамдардың ғана емес, тәттілердің рецебін таба аласыздар, сондықтан жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Біз ең алдымен котлет жасауға тауық етін аламыз. Кез келген, мен төс етін алдым. Оны алып, видеода көрсетілгендей етіп, жұқалап, төрт бұрыштылап турайтын боламыз, яғни ұсақ бөліктерге турап аламыз. Барлығын турап алғаннан кейін келесі ыдысымызға салып, келесі ингредиентіміз, яғни пиязды, оны да видеодағыдай ұсақша төрт бұрышты етіп жақсылап тұрып турап аламыз. Кейін осы котлетімізге біз бір картоп қосамыз. Бір үлкен картоп, не болмаса кішірек 2 картоп қоссаңыздар болады. Осылай жақсылап тұрып, оны да үккіштің үлкен несінен өткізіп аламыз. Картопымызды қосамыз және котлетімізге бір жұмыртқа, тұз, татымына қарай, және де кез келген приправаларыңызды қосуларыңызға болады. Өздеріңізге ұнайтын. Мен тек қана тұз қостым және 3 ас қасық ұн қосып, жақсылап тұрып массамызды араластырып аламыз. Кейін орташа отта алдын ала қыздырып тұрған майымызға видеодағыдай бір қасық салып, жайып, яғни жұқалау етіп жайып, қасықпен басып, үстінен осындай котлеттердің формасын келтіріп, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Яғни бір жағы қызарғанша жақсылап тұрып, 3-4 минут пісіріп аламыз. Кейін ол қызарғаннан кейін екінші жағына аударып, ол да екінші жағы қызарғанша 3-4 минут пісіресіздер. Тек қақпағын жауып қоюды ұмытпаңыздар, өйткені ол өз буына кішкене пісуі қажет. Осындай котлеттеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.